Бәріңізге сәлем, қайырлы күн. Бүгінгі видеоблогымызда бисквитті торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді қопсытқышты және ұнды араластырып қоямыз. Жұмыртқаның ақ уызын сары уызынан ажыратып аламыз. Мұқият болғандарыңыз дұрыс. Ақ уызына сары уыз түсіп кетпеуі қажет. Дайын болған ақ уыз бен сары уыздың үстіне қантты теңдей екі бөлікке бөліп саламыз. Алдымен ақ уызды миксерлейтін боламыз. Ақ уыз бізде аппақ массаға енгенше миксердің төменгі жылдамдығынан бастап жоғарғы жылдамдыққа дейін миксерлейміз. Ақ уызды осылай тексеріп көрсеңіздер болады. Төңкергенде ағып кетпейді және формасын ұстайды. Келесі кезекте сары уызымызды аппақ көбікке айналғанша көпіртіп аламыз. Жұмыртқаның сары уызына ақ уызды осылай силиконды лопатканың көмегімен салып, жоғарыдан төменге қарай араластыратын боламыз. Миксерлеуге мүлде болмайды. Бізде массамыз зефир тәрізді күйге енеді, үлпілдек болып шығады. Дайын болған массамызға ұнды електен өткізіп барып қосамыз. Ұнның барлығын бірге қосуды кеңес етпеймін, өйткені бисквит дұрыс шықпай қалады. 3 бөлікке бөліп қосқандарыңыз дұрыс болады. Бұны да лопатканың көмегімен жоғарыдан төменге қарай айналдыра отыра араластырамыз. Дайын болған толық араласқан массамыздың ішінен осылай ауасы көрініп тұрады. 22 диаметрлік формаға салып, 180 градуста қызып тұрған алдын ала пешімізге салып пісіріп аламыз. Бисквиттің беті біртегіс болып шығу үшін осылай қозғағандарыңыз дұрыс болады. Шыққан бисквитті осындай решетканың бетіне қойып, толықтай суытып аламыз. Кальцоны бисквит толықтай суығаннан кейін барып шешкендеріңіз дұрыс болады. Суымай тұрып шешіп алсаңыздар, бисквиттеріңіз отырып қалады. Сол себепті толықтай суытқандарыңыз дұрыс болады. Бисквитті осылай бөліп аламыз. Енді ортасына жағатын кремін дайындаймыз. Пропиткамызды да дайындап аламыз. Ең алдымен кілегейімізді өлшеп құйып аламыз. Оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап жоғары қарай миксерлейтін боласыздар. Қатты миксерлеп жіберудің қажеті жоқ, кілегейдің сары майы бөлініп кетеді. Үстіне творожный сырымызды салып, жақсылап оны да миксерлеп аламыз. Пищевая пленкада оралып тұрған тоңазытқышта бисквитімізді алып, енді тортымызды жинай бастаймыз. Ең алдымен пропиткасын құйып аламыз, жақсылап. Бұл түрі өте құрғақ болғандықтан пропитка құю өте маңызды. Тортымыздың бетіне кремімізді салып, осылай бір тегіс қылып жағып шығасыздар. Келесі корждарды да осылай жинайсыздар. Бетіне пропиткасын құйып, одан кейін кремін жағып, тегістеп, бірінен кейін бірін жинап алатын боламыз. Мен бисквиттің беткі қабатын алып қойған болатынмын. Одан крошка жасап, торттың сыртын безендіруге жабыстыратын боламын. Тортты безендіру өзіңіздің фантазияңызға байланысты болсын. Ештеңе жабыстырмай-ақ, торттың өзін ақ обтяжкамен қалдырсаңыз да болады. Әсемдік үшін мен осылай бетіне майда конфеттерді сеуіп шықтым, әдемі көрініп тұру үшін. Бисквиттің жасалу жолы өте оңай. Егер де рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен үшін мотивация. Ал бәрімізге ас болсын.